Қызым, бүгін Атырау облысы Индер ауданы Индербор кентінің тарихына саяхаттап барамыз. Индер өңірі ежелгі заманнан ақ адамзат қоныстанған мекен. Бұған дәлел археологиялық көне құралдар. Жайық бойында орналасқан өлкенің жайық казачествоның да ықпалы болған. Аудан 1933 жылы құрылған. Индер қойнауында Менделеев таблицасында кездесетін элементтердің барлығы дерлік бар. Бастысы тау, кен, борат, тұз. Индердегі тұздыкөлдің жағасында ағып жатқан бұлақтардың емдік қасиеті көне заманнан белгілі. Оған дәлел бұлақтардың басынан табылатын әр заманның, әр елдің теңгелері. Көлдіңгілік көлденеңнен 12 шақырымды құрайды. Адам ағзасына тигізер пайдасы зор. Бұл аймақ қыз әулие мекені. Индер көлінің жағасындағы төбешіктердің асты күмбез пішінді тұзға толы. Сол маңдағы минералды су көлдері мен шипалы балшықты жергілікті тұрғындар емдік мақсатта пайдаланып келеді. Карьердің құрамында калий, бром элементтері де бар. Бұл кеңес дәуірі кезінде өлкедегі архитектуралық құрылыс орындары және тарихи ескерткіштер. Махамбет Батырдың сүйегін жерлеу шарасынан да фотосуреттерді көруге болады. Біздің өлкемізге кезінде мемлекет қызметкерлері, өнер қызметкерлері Махамбет Батырдың басына Тұздыкөл келді. Жайық өзеніне көпір 2010 жылы салынды. Тәуелсіздік жылдары Махамбет мазары басында өткен шарада. Ұжымдық өмір салты кеңестік кезеңдегі колхоз, совхоз жиналыстары, еңбек мерекелері, халықтың әлеуметтік ынтымақтастықта болғандығын айқын көрініс тапқан. Билік пен халық арасындағы қатынас, ауданға келген мемлекет қайраткерлері және партия қайраткерлерімен кездесуі, өнер жолындағы әншілер, жергілікті жердегі басшылардың қызметі, олардың қалай жұмыс жасағандығы көрініс табады. 1970 жылы 1 қыркүйектегі Боран Нысанбаев мектебінің жаңа ғимаратына көшуіне арналған салтанатты жиын. Қызым, Индер ауданының тарихы терең. Қазірде ауданымыз жайнап дамып келеді. Болашақта ауданымыз әлі де жарқырай түспек.